Одан басқа мысалға сізде анемия болатын болса, бұның барлығы сізде разрывтардың болуына алып келеді. Неге? Өйткені анемияның бірнеше түрі бар. Соның ішінде темір жетіспеушілік анемия өте жиі кездеседі. Оның бірден бір проблемасы, бізде темір жетіспеушілік анемия болған кезде біздің ішкі ағзаларымызға, біздің тіндерімізге, біздің терімізге кислород жетіспейді. Ал кислород жетіспегендіктен ол жердің созылу қабілеті, тонусы барлығы бұзылады, жұмысы бұзылады. Соның салдарынан, егер де сізде мысалға постоянно анемиямен жүретін болсаңыз, соның барлығы сіздің теріңіздің, бұлшық еттеріңіздің жыртылу қабілетін жоғарылатып, соның салдарынан сізде разрывтар болуы мүмкін. Ал қандай да бір минералдың жетіспеуі, қандай да бір витаминнің жетіспеуі, оның барлығы сіздің жүктілігіңіздің асқынуына, балада проблемалардың болуына, және де босану барысында разрывтар мен асқынулардың болуына алып келуі мүмкін. Сондықтан жүктілік барысында барлық керекті анализдерді тапсырып, жетіспеушілік бар ма, жоқ па анықтап, орнын толтыру керексіздер. Разрывсыз босанудың үшінші құпиясы ол баланың шығатын жолын, яғни жыныстық жолдарды босануға дайындау. Мысалға, ол үшін қынапты дайындау және де массаж промежности. Яғни промежность аймағына массаждар жасау арқылы, жаттығулар жасау арқылы босану барысында созылу қабілеті жақсы болғанның салдарынан разрывсыз босануға бұл нәрсе сізге көмектеседі.